Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз Алатау ауданы номер 184 жалпы білім беретін мектептің ұстаздары, педагог зерттеуші санатындағы ұстаздардың авторлық бағдарламасын тарату, іс тәжірибесін тарату бойынша вебинарымызды бастаймыз. Вебинарымызға қош келдіңіздер. Итак, здравствуйте, дорогие коллеги. Енді тақырып, бүгінгі біздің вебинарымыздың тақырыбы заманауи білім беру технологиялары авторлық бағдарламаларға арналған цифрлық шешімдер деп аталады. Жалпы біздің бұл вебинарымыздың мақсаты цифрлық платформаларда авторлық бағдарламаны әзірлеу және іске асыру процесін жүйелі түрде қарастырып, оның тиімділігін арттыру жолдарын анықтау. Қазір мен қабылдап алайын. Залда күтіп отыр екен қатысушылар. Жалпы бізде тәжірибе алмасуға қатысушылар Алматы қаласының Алатау ауданы, Әуезов ауданы, Жетісу ауданы, Түркісіб ауданы және Наурызбай ауданының мектептерінің пән мұғалімдері қатысады деп жоспарлағанбыз. Енді қаншалықты жүзеге асады, оны іс барысында көрерміз. Ең алдымен бізде жоспар бойынша сөз кезегін мектебіміздің директоры Мұратбаев Ерлан Отанович, осында болсаңыз, сөз кезегін сізге береміз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті біздің бүгінгі вебинарымыздың қонақтары. Жаңа да айтып кеттік, қалалық семинардың негізгі біздің мақсатымыз цифрлық платформалардағы авторлық бағдарлама әзірлеуін іске асырудың процесін жүйелі түрде қарастыру. Қазіргі заманда білесіздер, өзгерістердің заманы. Қазіргі бір орында тұрған жоқ. Күнделікті білім саласының өзінде өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістерге біз қалайша ілесе аламыз? Сол өзгерістерге ілесу үшін біз қазіргі кездегі цифрлық платформалар мен жасанды интеллектпен қалай жұмыс жасауымыз керек? Ең алдыға қойған қазіргі үлкен мақсат сол білім саласындағы. Сол бойынша бүгінгі біздің Алатау ауданы 184 жалпы білім беретін мектептің ұстаздарының өткізіп отырған семинарына тағы да қош келдіңіздер. Вебинардың жақсы өтуіне сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Соңында өздеріңіз тағы рефлексия жасап, кері байланыстарыңызды айта отырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Жақсы, рахмет. Енді біз вебинарымызды ары қарай бастайтын болсақ, бірінші сөз кезегін, алғашқы сөз кезегін мектебіміздің педагог зерттеуші мұғалімі, орыс тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Баратова Мухаббат Тельмановна, сөз кезегін сізге береміз. Здравствуйте, дорогие коллеги. Хочу представить вашему вниманию свой элективный курс «Уроки нравственности на страницах мировой литературы», который предназначен для учащихся 10 классов общественно-гуманитарного направления. Целями курса является ознакомление и углубление знаний учащихся о нравственных категориях и их отражении в литературных произведениях различных эпох. Содержание программы структурировано тематически, включает изучение различных произведений. В основном я сделала акцент на классические мировые произведения мировой литературы, в которых затрагиваются такие нравственные проблемы, как добро и зло, милосердие, жестокость, честь и бесчестие, любовь и ненависть и так далее. Структура курса состоит из 4 разделов. Первый – уроки нравственности о мифах и эпосах. Второй – герои классиков в поиске нравственных идеалов. Третий – жизненные ценности в произведениях классиков. И нравственные уроки литературы 20 века. Эти 4 раздела рассматриваются вот именно на этом курсе. В первом разделе рассматриваются нравственные уроки в мифах, мифы и эпосы разных народов, религиозные тексты, нравственные ориентиры. В основном это
великие мыслители о нравственности, также религиозные тексты, древнегреческие, славянские, тюркские мифы о морали. Там на входе. Ключи. Во втором разделе «Герои польский нравственный диалог» классическая литература рассматривается 18-19 веков. Поднимаются вопросы нравственного выбора, поиска смысла жизни, конфликты поколений, нравственной устойчивости героев. Я брала произведения, которые не входят в программу. Это произведения, например, Шекспира «Король Лир», Тургенева «Отцы и дети», Фауст, Гёте, Гобсек, Онора де Бальзака. Жизненные ценности в классической литературе. Это третий раздел. В этом разделе рассматриваются произведения Пушкина, Лермонтова, также Гюго, человек, который смеется, Достоевского, и, конечно же, роман Толстого «Война и мир» более содержательно. Литература 20 века рассматривает, осмысляет драматические события мировой истории, поэтому включена тоже в программу. Есть произведения Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», Шолохова «Судьба человека», поэзия Серебряного века как отражение духовных исканий. Рассматриваются они более широко. Методами обучения я взяла анализ текстов литературных героев, написание эссе, дебаты на литературные темы, инсценировки, конкурсы, использование мультимедийных технологий. То есть это создание буктрейлеров, презентаций. Ожидаемые результаты. К концу курса ученики смогут осознанно анализировать художественное произведение, развивать критическое аналитическое мышление и формировать личное отношение к нравственным вопросам, использовать литературные знания, создавать собственные тексты на основе изученных материалов. Формами итогового контроля я взяла защиту исследовательских проектов, написание эссе, выступления с анализом художественных произведений. То есть, чтобы ребята работали творчески. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, жалпы авторлық бағдарлама жайлы пікірлеріңіз болса, кері байланыстарыңызды осында тақтаға да жазуға болады. Жақсы, келесі сөз кезегін біз ағылшын тіл пәні мұғалімі Күлманова Құндыз сізге де береміз. Құндыз апай. Айткүл Малыматовна, естіліп тұрмын ба? Естіліп тұрсыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің слайдымды ашып жіберсеңіз. Өзім ақшаламды. Құндыз апай, сізде де достық бар ғой, көріңіз өзіңіз. Көрінді ма слайд? Көрініп тұр. Рахмет. Менің авторлық бағдарламамның аты ерекше білімді қажет ететін балалардың портфолиосы. 5-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс ретінде алдым. Бағдарламаның ең алдымен инклюзия сөзіне мән берсек, бұл деген бірлескен оқу деп білеміз. Адамның физикалық, әлеуметтік, эмоционалды, психикалық, тілдік, интеллектуалды және басқа да ерекшеліктеріне қарамастан жалпы білім беру мекемелерінде білім алу мүмкіндігімен қамтамасыз ету. Енді тікелей бағдарламаға келетін болсақ. Бағдарламаның мақсаты жалпы барлық оқушыға білім беру қағидасы бойынша ерекше білімді қажет ететін балаларға қажетті білім жинау болып табылады, базалық білім жинау. Оны портфолио деп атаймыз. Яғни ерекше бала шынайы өмірде өзі және өзінің қызығушылықтары жайында ақпараттар жинағы. Бағдарламаның міндеті интернетім яғни ерекше білім беруді қажет ететін балалар өзі жайында, менің жанұям, саяхат, жануарлар, денсаулығы жайында, мысалы дәрігермен диалог құру, өзінің үйі жайында, бөлмесіндегі жиһаз жайында айтып бере алатындай тақырыптарға осы менің күн тәртібім,
өзі күні бойы таңертеңнен кешке дейін не істейді, қайда барады, қандай іс-әрекеттер жасай алады, соны ағылшын тілінде қысқаша мағлұмат беруді үйрену. Міндет осы болып табылады. Осы міндеттерге байланысты жаңағы қысқа мерзімді жоспар және ұзақ мерзімді жоспар жасалды. 34 сағатқа жылына, аптасына бір рет. Бір топикке, мысалы бір модульге 4 сағат беріледі, оны оқушы бір айда оқып қамтиды. Бірінші, екінші, үшінші сабағы таныстыру, сөз жаттау, жаттығулар жасау сабақтары болса, әр аптаның, әр айдың 4-ші аптасы ол қорытынды сабақ. Қорытынды сабақ шығармашылық өзін көрсету ретінде жасалынады. Ол жерден тесттер, мысалы сұрақтар алынбайды, бала тек қана шығармашылық жағынан алған білімін көрсетеді. Мысалы ол флипчартпен жұмыс жасау мүмкін, постерлермен көрсетеді, немесе видеоға түсіреді. Жаңағы менің күнім деген сабақ бар, күнін видеоға түсіріп солай көрсету мүмкін. Менің үйім және бөлмем деген тақырыпта, тарауда бала өзінің бөлмесін, заттарын суретке түсіріп, сол суретін көрсетіп, соны айту жағынан осылай көрсету мүмкін. Бағдарламаның өзектілігі ерекше білімді қажет ететін балалар өмірге бейімделу. Бағдарламада берілген тапсырмалардың ерекше білімді қажет ететін оқушылардың деңгейін назарға ала отырып, жаттығуларды түрлендіру, яғни оларға ойын элементтері мен нейро жаттығулар қосылғандығы болып табылады. Себебі әртүрлі инклюзияның балаларына нейро жаттығу жасау өте маңызды сабақ барысында. Берілген тапсырмалар әрине жеңілдетіп алынған және қайталауға көп уақыт бөлінген. Мектеп қабырғасында алған теориялық білімдерін театр, мұражай, жануарлар саябағына бару арқылы тәжірибемен ұштастырылғаны. Яғни бұл жерде мен слайдқа көп жазбадым. Мысалы, бір тарауды алып қарасақ, жануарлар тарауын бірінші, екінші, үшінші сабақта олар жануарлар туралы толық мағлұмат алады, жаттайтын сөздерін жаттайды, қысқа топик жазып үйренеді. Одан кейін қорытынды сабақ ретінде біз оны сыныптан тыс алып шығып, ата-анамен, мұғалім барлығымыз бірге хайуанаттар саябағына барып, кәдімгідей экскурсия ретінде жаттаған жануарларын, жаңағы мектеп қабырғасында соны өз көзімен көріп, сол жерде аттарын сұрап, ағылшынша айта алатындай болу қажет. Бағдарламаның бағыттылығы ол оқушыны шығармашыл болуға, теориялық білімді шынайы өмірмен ұштастыруға және олардың ата-аналарына көмек құрал ретінде ұсынылған кітап, бағдарлама. Мен бұл жерде нормативті бөлімінде 8 бөлімнен тұрады. Әр бір бөлімде 4 тақырыптың өзінің мақсаттары жазылған және күтілетін нәтижелері жазылған. Мен сіздердің назарларыңызға тек қана бір ғана тарауды алдым. Мысалы, амандасу тарауы. Оқушы бірінші сабақта амандасуға байланысты 5-10 сөздерді ғана жаттайды. Сәлем, қалың қалай, сенің қалың қалай, жақсы, рахмет деген сияқты өте қарапайым сөздерді жаттайды. Екінші сабақта ол сыныптағы оқушылармен танысуды үйренеді. Сұрақ қоюды үйренеді. Жақсы. Түсінікті болса, ары қаратай кете берейін. Жалпы осылай өтеді. Тарауым берілген тапсырмалар және бағана шығармашылық деп айттым ғой, шығармашылық сабақта осындай флипчарт, постерлер көрсетілу арқылы қорытындылайды сабақты және кері байланыс ретінде формативті бағалау. Тапсырманың түрлері ішіне енген. Бұл деген жай күнделікті балаға беріліп жүрген тапсырмалар емес, арнайы ерекше білімді қажет ететін оқушыларға арналған тапсырмалар. Қорытынды енді жалпы инклюзия барлық балалармен бірге отырып сабақ оқу жайында, білім алу жайында 70-ші жылдарда басталса Скандинавия елдерінде, ал Қазақстанда ол 10-20 жылға арналған бағдарламада бастау алып отыр. 15-ші жылдан бастап осы инклюзияның балаларымен жұмыс жасап, арнайы тапсырмалар жасап, методика
жасалып жатыр. Осымен жұмыс жасап жатырмыз. Қорытындылай келе, ерекше білімді қажет ететін балалармен біз қалай жұмыс істеуіміз керек? Олар белгілі менталдық ерекшеліктеріне байланысты қатты оқып білімді болып кете алмайды. Сондықтан біз басымдылықты шығармашылық сабақтарға береміз. Олар сурет көп салады, ермексазбен, желімен жұмыс көп жасайды. Постерлермен, фото-видеолармен жасайды. Және бүкіл осы 34 қымыжында берген тапсырмалардың барлығы мұғалімнің көмегі арқылы іске асады. Рахмет назарларыңызға, мен болдым. Жақсы, рахмет. Келесі сөз кезегі қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Байбутанова Торғын Түлбайына. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Менің бағдарламамның тақырыбы сандық заманның сыны, медиа сауаттылық, фейк ақпарат және сыни ойлау. Жалпы 34 сағат, аптасына 1 сағатқа арналады бағдарлама. Курстың басты мақсаты оқушылардың медиа кеңістіктегі ақпаратпен жұмыс жасау дағдыларын дамыту, жалған ақпаратты тану, сыни ойлау және ақпаратты қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттеріне келетін болса, медиа құралдары мен олардың ықпалын түсіндіру, ақпарат көздерін талдау дағдыларын дамыту, жалған және манипулятивті ақпаратты анықтау тәсілдерін үйрету, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі цифрлық ғасырда балалар күн сайын медиа өнімдермен бетпе-бет келеді, фейк жаңалықтардың көбеюі, интернет алаяқтық, кибербуллинг сияқты мәселелер олардың ақпаратты сыни қабылдау қабілетін талап етеді. Бағдарлама жүйелік және логикалық сабақтастық қағидаттарына негізделіп құрылған. Мысалы, ақпарат көзін талдау, яғни жалған ақпаратты анықтау, ақпаратты етика, цифрлық қауіпсіздік. Бұл логика оқушыны біртіндеп күрделенетін мазмұнмен таныстырып, дағдыларды бекітіп отырады. Медиа мазмұнды құрылымына келетін болсам, медиа және ақпарат ұғымдары олардың қазіргі қоғамдағы маңыздылығы, фейк, яғни жалған ақпарат, оның түрлері мен салдары, сыни ойлау, талдау және ақпарат көздерін бағалау механизмдері, цифрлық қауіпсіздік, ақпараттық гигиена және жеке деректерді қорғау, жобалық жұмыс пен шығармашылық тәжірибелер арқылы практикалық машықтарды дамыту. Күтілетін нәтиже бағдарламадан оқушының сабақ барысындағы іс-әрекеті, яғни білім нәтижесі, конспектілер, тезистер, шағын зерттеулер, бір оқиғаны бірнеше бақ арқылы зерттеу, визуалды және вербалды өнімдер, постер, плакат, бейнеблог, инфографика, жеке рефлексиялық жұмыстар, эссе, ой толғау, мини жобалар жазу. Оқушының оқу нәтижесі портфолиоға жинақталуы мүмкін. Жобалық жұмыстар, тәжірибе, эксперимент, көркем өнер, графика, музыка, блог, тағы басқалар. Ғылыми мәселелерді өздігінен шешуі, логикалық және сыни ойлау машығын көрсетуі. Коммуникативтік дағдыларды қолдану, яғни ауызекі сөйлеу, диалог, пікірталас. Қорытындыда қалыптасатын бәсекеге қабілетті тұлға, медиа кеңістікте қауіпсіз навигация жасай алатын, фейкті ажырата алатын, сыни ойлау мен ақпараттық коммуникациялық технологияларды сауатты қолданатын белсенді азаматтар болып шығады. Ұлттық құндылықтармен сусындаған, топпен ынтымақтастықта жұмыс істей алатын, өмір бойы білім алуға даяр тұлғалар қалыптасады. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі сөз кезегін педагог, зерттеуші ұстазымыз, қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі кешіріңіздер, Айнабекова Жанар Рауанына. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Элективті курс бағдарламасының тақырыбы артикуляция, айтылым тетігі деп аталады. Кешіріңіз, Жанар Рауанына кешіріңіз, экранды ашасыздар ма? Демонстрация жасап жатсыз ба? Бақтияр көрінбей тұр маған. Аха. Ашылды ма? Ашылды ма? Менде көрінбей тұр. Көрініп тұр ма сіздерде? Көрінді ма? Бастай берейін ба? Көрінді, иә. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Элективті курс бағдарламасының тақырыбы артикуляция, айтылым тетілігі.
Бұл 5-6 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бұл бағдарлама 5-6 сынып оқушыларының сөйлеу дағдыларын жетілдіруге, дұрыс дыбыс шығару, айтылым шеберлігін дамытуға арналған. Бағдарлама жалпы білім беретін мектептерде қосымша курс ретінде оқытылып, оқушылардың тілдік құзыреттілігі мен коммуникативтік біліктілігін арттыруды мақсат етеді. Бағдарламаның басты мақсаты оқушылардың дұрыс дыбыс шығару, фонетикалық сауаттылық, сөйлеу техникасы мен мәдениетін жетілдіру арқылы қазақ тілінде дұрыс әрі анық сөйлеуді қалыптастырады. Сонымен бірге бұл бағдарламаны өзге тілді мектептерде де қолданса болады. Бағдарламаның міндеттері: оқушылардың артикуляциялық, яғни ерін, тіл, таңдай, жақ аппараттарын дамыту, дауысты, дауыссыз дыбыс түрлерін анықтап айтуға жаттықтыру, сөйлеу қарқыны мен тыныс алу техникасын реттеу, дауыс ырғағы мен тембрін қалыптастыру, сөйлеу мәнері мен мәдениетін, тіл тазалығын сақтау, коммуникативтік дағдыларды жетілдіріп, топ алдында еркін сөйлеу қабілетін дамыту. Енді бұл бағдарламаның тағы бір бөлігі өзектілігі, яғни қажеттілігін мен 4 бөлімге бөліп көрсетіп қойдым. Ол біріншіден сөйлеу мәдениетін жетілдіру, тұлғалығын дамыту әлеуеті, болашақта қабілеттілігі және әлеуметтік қажеттіліктер деп бөлімдерге бөліп жасап қойдым. Сонымен бірге бұл жерде айта кететін тағы бір нәрсе, бұл бағдарламаның оқу қызметі мен әдіс тәсілдер сипаттамасы да бар. Лекция, яғни бұнда теориялық материалдарды оқу арқылы жаңа ұғымдармен таныстыра аламыз. Практикалық жаттығуларда дыбыс шығаруды, тыныс алу техникасын, мәнерлеп сөйлеуді меңгерте аламыз. Топтық жұмыс, диалогтық әдістер, пікірталас, ортақ жоба әзірлей алады, талдау, жинақтауды көрсетеміз. Рөлдік ойындар да бар. Ол жерде коммуникативтік ситуациялар, актерлік шеберліктерді дамытамыз. Ал енді жоба қорғау кезінде зерттеу дағдылары мен сыни ойлау дағдыларын жетілдіре аламыз. Қорытынды презентация жасауға үйретеміз. Рефлексия кезі болады, онда өзін өзі бағалайды және бірін-бір бағалай алады, кері байланыс жасай алады. Енді осы бағдарламаның оқыту барысында күтілетін нәтижелер бар. Олар фонетикалық тұрғыдан сауатты сөйлеуге дағдыланады, артикуляциялық аппаратын тиімді пайдаланады, әдеби тіл нормалары мен сөйлеу әдеби тілін сақтай отырып, түрлі жағдаяттарда емін-еркін коммуникация жасай алады. Тілдік құбылыстарға сыни талдау жасау, шағын зерттеу жобаларын дайындау дағдыларын игереді. Музыка, театр, логопедия элементтеріне кіріктіре отырып, мәнерлеп сөйлеу, сахналық қойылымдарға қатысу тәжірибесіне ие бола алады. Коммуникацияның түрлі тәсілдерін меңгереді, топпен және жеке жұмыс істей біледі, өзін өзі бағалайды, дамытуға үйренеді. Регламент Назарларыңызға рахмет. Бізде 10 минутымыз қалды. Келесі сөз кезегін Аширова Ақмарал Елубайқызы тез жылдамдатайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы жасанды интеллект және қазақ тілі. 9-шы сынып оқушыларына арналған курс. 9-шы сыныптарға арналған жасанды интеллект және қазақ тілі элективті курсы оқушылар үшін бірқатар маңызды артықшылықтар мен пайдалы мүмкіндіктер ұсынады. Бұл курс оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытып қана қоймай, олардың сыни ойлау, ақпаратты өңдеу және қазіргі заманғы технологияларды пайдалану дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Курстың өзектілігі: қазіргі заманда жасанды интеллект, яғни жи технологиялары
қарқынды дамып келеді және олардың қоғамға, экономикаға, ғылымға және білімге әсері күннен күнге артып жатыр. Жасанды интеллект тек техникалық салада ғана емес, сонымен қатар тілге, мәдениетке, әдебиетке және шығармашылыққа да әсерін тигізуде. Қазақ тілі де осы заманауи әдістерден тыс қалмауы қажет. Сондықтан бұл элективті курс оқушылардың технологиялары мен қазақ тілі арасындағы байланыс пен ықпалды түсінуге мүмкіндік береді. Курстың мақсатына тоқталатын болсақ, оқушыларға жасанды интеллект технологияларының негізгі түсініктерін беру, жасанды интеллекттің қазақ тілін өңдеу және дамыту саласындағы мүмкіндіктерін түсіндіру, қазақ тілінде қолданылатын құралдарымен жұмыс істеуді үйрету, жасанды интеллекттің тіл және мәдениетке тигізетін әсерін талдау. Курстың міндеттері: жасанды интеллекттің даму тарихын және оның қолдану салаларын түсіндіру, жасанды интеллект технологияларының тіл өңдеудегі рөлімен таныстыру, қазақ тілінде жұмыс істейтін жасанды интеллект құралдарын қолдануға үйрету, арқылы мәтіндер талдау, реферат, эссе жазу дағдыларын қалыптастыру, жасанды интеллекттің этикалық және құқықтық мәселелерін қарастыру, жасанды интеллект арқылы жасалатын шығармашылық жұмыстарда тәжірибеде қолдану. Курс нәтижесінде оқушылар жасанды интеллекттің негізгі түсініктері мен қағидаларын меңгереді, қазақ тілін өңдеудегі жасанды интеллекттің рөлі мен мүмкіндіктерін түсінеді, жасанды интеллект құралдары қазақ тілінде қолдана біледі, арқылы шығармашылық жұмыстар жасай алады, жасанды интеллекттің тіл және қоғамға әсері туралы сын тұрғысынан ойлауды дамытады. Нәтиже: оқушыларының қол жеткізген нәтижесі: сабаққа деген қызығушылықтары артып, белсенділігі мен ынтасы күшейді. Тілдік дағдылары жүйелі түрде дамыды. Жеке қабілетіне сай тапсырмаларды орындай отырып, өз білімдерін еркін жетілдірді. Жасанды интеллектпен жұмыс жасау арқылы цифрлық сауаттылықтары артты. Әдеби шығармаға жаңаша көзқараспен қарап, шығармашылық тұрғыда ойлауға үйренді. Қорытындылай келсем, жасанды интеллект және қазақ тілі элективті курсы қазіргі технологиялар мен тіл білімін біріктіріп, оқушыларға қазақ тілін заманауи тұрғыдан дамытуға мүмкіндік береді. Курстың аясында оқушылар құралдарын практикалық тұрғыда меңгеріп, болашақтағы қазақ тілін цифрландыру үдерісіне өз үлесін қоса алады. Жасанды интеллект құралдарын қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қолдану білім беру процесін жаңарту мен тиімділікті арттырудың маңызды жолы. Бұл технологиялар оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға, шығармашылық белсенділіктерін арттыруға және оқу процесіне деген ынтасын күшейтуге ықпал етеді. Жасанды интеллект арқылы оқушылардың өз бетімен білім алуына, даралығын ескеруге және жоғарғы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік туады. Болашақта құралдарының білім беру жүйесіндегі алатын орны арта түсері сөзсіз. Рахмет назарларыңызға. Жақсы, құрметті әріптестер. Енді бізде қазір уақытымыз шектеулі болып қалды. 4 минут, 5 минутқа жуық уақыт қалды. Келесі біздегі сессиямыз, екінші сессия. Қазір өшіп жатса қайтадан қосыласыздар. Сондықтан да өтініш, бір-бірімізді қолдап жіберейік. Ендігі сөз кезегі біздің бастауыш сыныптардың бағыты бойынша бірінші Грузинцева Марина Валерьевна. Слово вам предоставляется. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю элективный курс по русскому языку «Веселая грамматика. Разбираем слова и предложения» для учащихся 4 классов. Актуальность данной программы заключается в следующем. Программа способствует развитию ключевых компетенций, таких как критическое мышление, креативность и коммуникативные навыки. Данная программа ориентирована на последовательное освоение материала, начиная от базовых понятий о словах и предложениях до более сложных конструкций. Это позволяет детям развивать логическое и аналитическое мышление, что является в наше время важным аспектом в подготовке к дальнейшему обучению.
Цель данной программы – обеспечить учащихся необходимыми знаниями и навыками для грамотного и уверенного использования родного языка в различных сферах общения. Задачи программы. Первое – это формирование грамматических знаний как основы, развитие навыков анализа языка, создание условий для творческого подхода в изучении языка, интеграция знаний и навыков в различных областях. Ожидаемый результат включает следующие аспекты: повышение грамматической грамотности, развитие аналитического и логического мышления, укрепление навыков устной и письменной речи, интерес к грамматике и языковому обучению, творческое использование языка и, конечно, устойчивые навыки самоконтроля и самопроверки. Какие методы применяются в реализации данной программы? В начальной школе, конечно, основной – это игровые методы. Далее идет практическое применение знаний, метод проектов, метод проблемного обучения, метод наглядности, метод диалога и обсуждения, дифференцированный подход, метод самоконтроля и самопроверки. Данный курс рассчитан на 34 часа. Спасибо за внимание, дорогие коллеги. Рахмет. Келесі сөз кезегі Кравчук Наталья Валентиновна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представить вашему вниманию программу. Это элективный курс «Секреты красивой речи. Учимся говорить и писать грамотно». Программа разработана для учащихся вторых классов. 1 час в неделю, всего 34 часа. Актуальность темы. Программа актуальна, поскольку формирование грамотной речи и навыков в письменной коммуникации является важным условием успешной социализации и профессиональной деятельности. В эпоху информационного общества грамотность становится основой и эффективного взаимодействия, а также инструментов личностного роста. Цель программы – развивать у младших школьников навыки грамотного устного и письменного общения, формировать интерес к языковому разнообразию, обучить правильному произношению, интонации, а также основам орфографии и пунктуации. Задачи программы включают это развитие речи, совершенствование грамматических навыков, развитие творческих способностей, развитие лексического запаса, обучение культурным аспектам языка, подготовка к самостоятельному обучению. Ожидаемые результаты от программы. В первую очередь это, конечно, развитие грамотной речи и письма. Учащиеся научатся правильно произносить слова и строить предложения с соблюдением грамматических норм. Повышение уровня речевой культуры, обогатят свой лексический запас, будут уверенно пользоваться синонимами, антонимами и фразеологизмами, а также будут принимать активное участие в школьной и внеклассной деятельности. Методы, и приемы, которые я использовала в своей программе, это методы проблемного обучения, игровой метод использования жестов, мимики, практические упражнения, групповые дискуссии, метод творческих заданий, анализ текстов. Использование метафор и аналогий помогает сделать речь более образной и запоминающейся. Можно принять технику 5 вопросов, когда дети отвечают на вопросы «кто», «что», «где», «когда», «почему». Техника «письмо другу», написание текстов в неформальном стиле для развития креативности и уверенности в своих силах, а также можно применять записи и анализ выступлений, где дети могут записывать свои выступления для осмысления своих сил